Жас күнімдей жайнаған масатыдай жер сұлу. Айтпақшы, сіздерге көрсететін бір тосын сыйым бар еді мен қазір. Қамбар. Әй, Сардар, осы ма тосын сыйым? Қалайсың, Қамбар? Сен мұнда қайдан жүрсің? Сен іздеп келдім. Мен қазір сыртқа шығып сөйлесейін. Кім болды екен анауа? Газ тексеретін шығар. Газ? Мынау өрескел қателік деп ойламайсың ба? Қаладан келген дос шығар. Жеңге осы келініңіз болса ше. Тәйтер. Түрін қара. Бетіндегі бояуын қара. Тырнағы, одан қалса ерні. Киіп алған киімі қып-қысқа. Зор, я? Не? Айтып аққан ақылыңызды айтам да, зор деймін да. Қымыз құйсаңыз жеңге? Не? Шай. Не ішіп аққанымыз ұмытып қалдық қой. Қамбар ағам келгенше сіздерге жаңа тосын сыйымды әкеліп көрсете берейін. Болды, Сардаржан. Бара ғой. Салтанат мен қалай тауып келген? Қалай тапқанымды өзің тапшы. Қойшы Салтанат өйтіп ұрыңдамаш. Жұмбақта өйтіп мямыш. Итак өз үйде проблема қазір келді. Сразу айтасаш. Қамбар сені мен емес, сен деп соққан жүрегім іздеп келді. Іздеді, тапты. Аққу көлді іздейді, көбелек гүлді іздейді. Мен жүрегім сені іздейді. Сен жүрегің кімді іздейді? Не үшін келдің? Жүрек, күрек, ештеңе қоспай сразу айта берші. Қамбар, мен сені сағынып кеттім. Сен айтушы едің ғой, екеуміз бірге ауылда тұрамыз деп. Ауылға келін болсан, сиыр сауып жүн тұту сенің мойнында деп. Қашан? Мен ба? Я, сен тағы айтқансың. Мен ауылда қиын күн кештім, отын шауып, су тасып деп. Аба ма? Өлең ғой? Ана жаным Фарида деген. Сол айтып жүрген сен өзіңе қабылдап қаласың ғой. Бәсе мен су тасымаймын ғой. Сәуле тасиды біздің ауыл бойынша суды. Қамбар, сосын сен ауылға кететін кезде маған қош бол деп айттың, тағы бірдеңе дедің ғой? Не дедің сол кезде? Қош бол дедің. Басқа ештеңе. Давай деген шығар, может. Жарайды, түсініктім. Қой, мен қалаға қайтайын онда. Қайтамайсың ғой сен қазір, кеш болды. Кешке жақын бізде көлік шықпайды қалаға. Сен онша біздің үйде қал бүгін. Таңертең жолға шығып кетесің. Ыңғайсыз емес па? Қалада ойлап шықпайсың ғой басқа. Қалай? Керемет, я? Керемет, е? Жарайсың балам. Менің баламның қолы алтын ғой, алтын. Анашым, отырып көріңізші. Кәне, келіңіз. Отыратын несі бар? Көрініп тұр ғой, қандай керемет екені. Отырмай-ақ көрініп тұр. Керемет, жарайсың. Бір отырып көріңізші, анашым. Сіз үшін дайындадым. Әлі талай отырам ғой. Дұрыс болды, бұл дұрыс болды. Үйде отыратының орындық жоқ еді. Бұның ені дұрыс болды. Алтын ғой, менің балам алтын. Көке, сіз отырып көріңізші онда? Қой мен кіргіп қоямын, Сардаржан. Қоя бер, кейін отырамыз. Отырыңыз. Келіңіз, кір болмайды. Кәне, келіңіз. Отырсам, лентасына бәле бар ма? Қалай болады екен, а? Ой, Сардаржан. Ой, қалай жасағасын, ей? Ой, дем алып қалдым, ғой жеңге. Ой, әкімнің кабинетінде жоқ бұндай орындық. Ой, ұйқымды келтіріп атыр мынау. Ой, сізге де осыны орындық жасап берейін ба? Қой, біздің үйде материал жоқ болған. Ертең шаршасам сен үйіңе кет дем алып кетем ғой, Сардаржан. Қалай отыр? Я, балам. Кім болды енді, мына қыз? Бұл Салтанат группаласың ғой? Ауылға адасып келіп қапты. Кеш болып қалды, қалаға көлік шықпайды. Бүгін біздің үйде жата тұрсын. Ертең таңертең жолға шығып кетеді. Дұрыс болған екен онда, Не дұрыс болыпты? Сардар,
орындық жасапты. Мынау ма? Қалайсың, Сәуле? Сен сұрамай ақ қой жағдайымды. Ашулы екенсіз ғой. Бұл жақта Сәуле қаннен қаперсіз гүл теріп жүр. Ана жақта Қамбар қаладан келген сылқыммен құшақтасып тұр. Не айтып тұрсың? Сен тағы бірдеме ойлап таптың ба? Ол жабай ойлап тапса жақсы ғой. Мен бір нәрсе ойлап табатын ғалым емеспін. Мен тек өзімнің көргенімді айтам. Сенбеймін саған. Неге маған болмайтын нәрсені келіп айтып тұрсың? Енді олардың құшақтасып тұрғанына мен кінәлеме шығар. Тыңдағым да келмейді сені. Жапшы аузыңды. Жарайды. Мен үндемеймін. Бірақ сенің сол алаяққа алданып, опық жеп қалмас екен деймін. Жапшы аузыңды болды. Осыдан қарап тұр. Мен Қамбардың көзін құртып, сені әлі алдыма жалынып келетін қылам. Осындай күлкіні қою керек еді ше. Еще өз-өзімен сөйлесіп кете берем ше. Айбы, мына орындық бәле үстіне ағаш қалған томар ма? Шеберханаға барып істеп жүрген осы ма сен? Қалай? Қалай болса солай. Не? Мастер не үйретіп жүрсің? Шеберханаға барып істейтін нәрсе емес қой? Әй, қой балам. Әпәдем несі бар? Менің баламның қол алтын ғой. Қойыңыз да, мына ертең қыс болса отынға жағы жере сала керек ана. Ертең сен мастеріңа барып сөйлесем мен, шеберханаға барамыз. Мен барып демалайын, ұйықтайын. Аха. Сен неғып тұрсың? Кел, қызыл педикюр отыр. Отыр. Шай ішесің. Мына отыр ғой. Салтанат. Тұрдың ба? Қалай ұйықтадың? Жақсы, рахмет. Бетіндегін әлі алмағансың ба? Де, отырсың. Крас. Сәуле. Сәуле, тоқташ. Сәуле, тоқташ. Сәуле. Сәуле, тоқташ. Шелегін қалдырып кетті ма сен? Сәуле, тоқташ. Мен саған барлығын түсіндірем. Түсіндір шал. Әйбе, ол сразу мане. Мен сені тыңдамай бұрылып кетіп қалады деп ойладым ғой. Мен дайын емесем оған әлі. Көрінбей Қамбар, даже түсіндіруге де дайын емессің сен. Сәуле. Мен Қамбардан бұндай нәрсе күтпеп едім. Басында екеуміздің арамызда бәрі жақсы болған. Бұндай іске барып жүрген Олжабайдан естігенде сенбеген едім. Енді өз көзіммен көріп, көңіл күйім түсіп кетті. Қаладан келген қыздың артынан кете барды. Өз көзіме өзім сенбей тұрмын. Сәуле! Оппо! Екеуің не істеп жатсыңдар? Бәкім, сен не жүрсің аңғасында? Өзі видеоға түсірдеп шақырып еді, мен тұрмыға ма? Сен қолың бос екенде шіле, Сен әу-мәу деген тірлігін істесей бар. Сен мен сосын сөйлесем. Сәуле, шықшы сөйлесек. Біздің арамызда сөйлесетін ештеңе де қалмады. Қойш, Сәуле, сериалдардан жаттап алған текстін ұра бермей. Айтып тұрмын ғой, түсіндірем деп саған бәрі. Жарайды, қазір. Ойбай, әй, естідің ба ананы? Құрсын, ана бұрынғы бай келіп, бұлқан-талқан болып, тасталған шықты ғой құрсын. Әй, ана қазіргі бай оны білмейді, оған ананы ескертпеген, сөйтіп сорлап отыр ғой байқұс. Не керек екеу 40 пышақ болып жатқан кезінде. Енесі кеп, әй, қойыңдар деп ажыратып жатқан жерінен бітті ғой сол сериал. Не болса да ертең қызық болайын деп тұр. Иә, айтпа. Ертең ұмытып кетпе көруді.
Әй, оны қойш. Қалай өзің жағдайың? Жақсы ма? Балдарың қалай? Дұрыс бопты. Әй, осы 1-2 күнге мен сендерге өтем ау осы. Иә. Үйде балалар бар. Соларды пайдаланып, сендерге барып 1-2 күн жатып, төркіндетіп. Иә, саған да кішігірім бетіп, қолғанат болып. Иә. Аха, хабарласамыз ғой онда. Жақсы. Айта бер, не айтайын дегенің? Сәуле жаным, мен сөзіме неге құлақ аспай кетіп қалдың? Мен сенің ойыңша не істеуім керек? Екеуіңнің әмпей-жәмпей болып тұрғандарыңа қарауым керек па? Мүмкін аққайнар шашатын шығармын. Аққайнар? Не ол аққайнар? Шампанский. Ол группаласым ғой. Біздің ауылға адасып кеп қапты. Шатасып, сенің үйіңе кіріп кеткен екен да? Өтірігіңнен антурап же. Сәуле, кішкентай қыз ұқсамашы өтініш. Не қарайсың, маған жыным келеді саған. Стакан мен бокал, сенің атын шокол. Сәуле. Қойш, сен шілей бұндай емесен ғой? Қойсаң қой, қойыңды сой. Еті маған, сүйек саған. Мен сен кешірет деп олама. Қош бол. Қуа деген ғой. Бако, қалай? Амансың ма, Сардар? Жақсы. Чо там? Жүрсің? Сол Қамбар ағам күтіп жүргем. Шеберханаға барамыз деген, ұстаңды көрейік деп. Айтпақшы жаңа. Қамбар ағаңды көргем. Сәулеге үй жақта қайбай болып отқан. Бәсе, жоқ болып кет. Өзің? Сол жүріп қой. Бако, өзі сен осы жұмыс істейсің ба? Енді жұмыс істемеймін мен. Жоқ қой жұмыс. Жұмыс жоқ па, или жұмысқа желание жоқ па? Енді жұмыс желание бар, бірақ жұмыс жоқ та. Короче, жігіттер, мен сендерге сеніп тұрмын. Қазір келет, басын өзім бастайым. Бір ответ қайтарама, таптап кетеміз, түсінікті ма? Ей, менің сенерім сендерсіңдер. Біреуің подвайт етпеңдер, түсінікті ма? Бұқтан сынып қалмаңдаршы. Қазір кеп қалу керек, дайын тұрыңдар. Досым, негіз біз вообще жұмыс істемеуіміз керек қой. Біз арабтар сияқты өмір сүруіміз керек қой, білесің ба? Біз байлығымызды шетелге сатпай, өзімізге арзан бағада беру керек қой. Өзімізді өндіру керек еще оны. Өндірмейсің бені өзің. Оқып, қыр-сырын біліп, өндіріп, шетелге сатпай байып кетпейсің ба? Қош. Жылан жоқ оқуға, тем более қазір бәрі қымбат, оқу да қымбат, продуктың да қымбат. Анауың қымбат, мынауың қымбат. Сен таксист болсай, әңгімені жібереді екенсің, экономика, саясат дегеннен. Өзімізге. Пацандар қалай? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум, қалай? Қалайсыздар ма? Ары отыр. Ойбай. Қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз? Зор аман есен. Өздерің қалай? Не айтып жатсыңдар? Ана қабақта, маған таксист болдық қойып. Рас қой? Экономика, саясат, біраз материал біледі деген. Ол білгендерің дұрыс қой. Оны біліп, оқып, жаңағы доканса қазбалап, ғалым, депутат болсаң болады. Егер өйстіп әңгіме қылып айтып отыра беретін болсаңдар, таксист боласың, болмаса көшеде көлеңге карта ойнап отырасың өйстіп. Өсек айтып. Айтыңызшы, не қымбат қазір? Отан қымбат, ел қымбат, әке-шешең қымбат. Ой, көке, анау он жол кіре, билет деген нәрселерді айтып жатырмын мен сізге. Ар-ұяттан басқасының бәрі қымбат болды ғой қазір. Көке, көрдің ба? Көкемді біразды көрген ғой осы кісілер. Көпті көргеннен сұра дейді, сұраңдар мен. Қамбар, не болды? Бытшыт болды. Өзің қалаға шығатсың ба? Қайтейін деп жатырмын. Шарп салмайсың ба? Жоқ, мен уақытым жоқ анау. Шеберханаға баруым керек. Жолдың бойынан шықсам, машиналар алып кетеді өзі. Жарайды. Қалай келгенде хабарлас сонда. Точно шарп салмайсың ба? Уақытым жоқ, ешкім жек қоймайды, бара берсе. Жақсы. Давай. Көке, қайдан келіп жатсыз? Сол мен жұмадан келе аққам. Сендер көрінбедіңдер ғой. Енді көке, мешіт сіздің үй жағыңызға жақын ғой. Бізге сәл алыс болып тұр ғой.
Ол ниет түзу адамға ешқандай мешіт алыс емес ау. Сен Сардар қолың бос па, жүр кеттік. Жоқ, бос емес. Қамбар ағам күтіп отырмын. Шеберханаға баруымыз керек. Кеше орындықтың демазы ғой. Орындық ба? Жүр Бақберген екеуміз шашлик жеп қайтайық. Жеп қайтайық, а? Ойнап айтам я. Жүр екеуміз тірлік қыламыз үй жаққа. Сіз бірінші менен сұрасаңызшы бірінші, боссың ба, тірлігің бар шығар менің де бәлкім. Боссың ғой, сен не қыласың? Не істейсің? Таксовать етемін. Сен бітсе таксовать етуге бірінші машина алу керек қой. Машинаң жоқ қой, мына шайтан арбаңмен не тасымақшың? Жүр, сөйлей берме. Ойбай! Жүр, солай. Жақсы томпақ. Қамбарға сәлемді. Жақсы. Бош. Жүрі ұста, қақтан шеберхана? Мектағы жүрсіңші. Болды. Так, осылай болады. Қой, барып мен қойайын. Осы ма шеберхана? Иә, осы ғой. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, қалай? Сардар, сен де келдің ба? Қалай, кешегі стол жақсы ма? Нұржан ұста деген сіз баға? Мен ғой, ача. Мына жер шеберхана вообще ұқсамайды. Мына мастерсіз ба? Ағам мына күнде кетеді үйден. Ойбай, шеберханаға барамын, стол істеймін деп та. Мына кеше істеп келген столдың түрі анау. Қалай, ұнамады ма не? Мен бұған айтқам басында, бұл жер, Нұржан, ұста емес. Эсто деп айтқам ғой. Эсто, бұл жерде машина темір терсек жөндеймін ғой. Бұл өз томарын арқалап кілетте тұрады. Аға орындық жаса деп. Сөйтіп амал жоқ көмектескем ғой. Мен айтсам орындық істей алмаймын ағаштан. Мына ғой мен істеген орындықтарым. Бәсе. Болды онда аға. Жақсы, айып болмасын, жігіттер. Давай, Сардар. Естің ба, кеме андай, Сардар. Істей алмаймын мен стол. Темір ғой мен істейтін. Анау келе жатыр ғой, дайын тұрыңдар.